Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Алаш жұртының біртуар тұлғасы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев есімі елге зерттеуші геолог ретінде танылған. Алайда академикті сот қызметін атқарғанын көп адам біле бермейді. Өмірі ойға толы Қаныш аға. Бүгін Сақтаған Байышев атындағы облыстық кітапханада Қаныш Сәтбаевтың 125 жылдығына орай дөңгелек үстел өтті. Шараға зиялы қауым өкілдерімен қатар мектеп ұстаздары мен оқушылары жиналды. Мұндай дара тұлғаның еңбек жолы көпке үлгі, сондықтан еліміздің кемел болашағы жастар да дөңгелек үстелге қатысты. Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында Қазақтан шыққан тұңғыш тау-кен инженер-геологы, қоғам қайраткері, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, КСРО ғылым академиясының академигі, ұлттық ғылым академиясының негізін қалаушы және тұңғыш президенті Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың туғанына 125 жыл толуына орай өмірі ойға толы Қаныш аға атты дөңгелек үстелі өтті. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің және Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медициналық университетінің қоғамдық пәндер кафедрасының профессорлық оқытушылық құрамының қатысуымен өткен шарада Қаныш Имантайұлының мазмұнды ғылыми жаңалықтарға толы ғұмырында Қазақстан өндірісінің дамуына қосқан өлшеусіз үлесі мен рухани мол мұрасы жайында айтылды.